Мен қазіргі адамдармен жұмыс жасап жатқан энергия сеансқа қатысты бірнеше түсіндірмелі роликтер түсіруге шешім қабылдадым. Бұл жолға мен қалай келдім? Ең бірінші рет 10 жасымда менің клинический смертім болды. Сол кезде физикалық дене мен жанның денеден шығатынын бірінші рет көрдім және де сездім. Өзімнің жаным денемнен бөлініп шыққан кезде мен үлкен аппақ адамды көрген болатынмын, және де маған таңдау еркін берді. Сен өмірге барасың, немесе осындай шексіз махаббат әлемде қаласың деген. Маған таңдау еркі берілгеннен кейін мен бірден әрине шексіз әлем махаббатын таңдаймын деп айтайын деп жатқан кезде өзіме қарама-қарсы жерден анамды көрдім, өте қатты жылап жатыр, және әкемді көрдім. Егер де мен осында қалып қалсам, олар көтере алмайды деген ой келіп, өмірге келем деген шешім қабылдадым. Сол кезде ұшып, 9 рет ұшып, құстың қанатындай денеме кіріп кеттім. Сол кезде мен көзімді ашып, денемен жаным біріккенін түсінген болатынмын.